Атырауда жоғалған отбасы. Мейрамгүлді сіңлісі мен күйеу баласы алып кеткен. Журналист Жанат Молдашева Facebook әлеуметтік желісінде жоғалған отбасыға қатысты тың деректі жариялады. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Ол кісі қолынан қаза тапқан марқұм Мақсұт Мұханғалиевтің туысқаны Шалқар Мұханғалиевтен сұхбат алғанын мәлімдеп, көпшіліктің назарына ұсынды. Қыз бен күйеу бала 2 қараша түні таксимен келіп, 5 қарашаға дейін болған. Сонда Мейрамгүл солармен бірге кеткен. Оларды алып кеткен такси жүргізушісі соны айтып отыр. Бірақ олардың қасында Мақсұт ағам мен Нәсіп жеңгем болмаған. Тек Мейрамгүл ілесіп кеткен. Ауыл халқы таңда малды шығарып жібереді де, үйлеріне кіріп, күні бойы телефонмен алданады ғой. Ешкім ешкімді іздемейді. 2 мен 5-нің аралығында қорадағы қойды кім шығарып, кім қамағанын да біле алмай отырмыз ғой. Мақсұт ағам өзі шығарды ма? Нәсіп жеңгем қамады ма? Ештеңе білмейміз. Ешкім көрмеген. Тек 5 күні ғана ауылдан таксимен шыққаннан кейін көршіге малды қамай салшы деп жазған. 5 қарашада түскі сағат 14:00 кезінде таксимен шығып, кешкі 5:30-6-ларда Атырауда геологта болған, дейді Шалқар Мұханғалиев. Қадірлі көрермендер, Жанат Молдашеваның жариялаған бұл дерегі істің қаншалықты күрделі әрі түсініксіз тұстары көп екенін тағы бір рет көрсетіп отыр. Шалқар Мұханғалиевтің айтқандарынан уақыт, адамдардың қозғалысы, ауылдағы күнделікті тіршілік арасындағы бос кеңістіктер анық байқалады. Ауыл өмірінде бір-бірін үнемі бақылап отырмайтыны рас. Сол себепті кей сәттердің көзден таса болуы да мүмкін. Дәл осы аралықтар тергеу үшін ең маңызды детальға айналып отырғандай. Бұл мәліметтерді оқи отырып, асығыс қорытынды жасауға болмайтынын түсінеміз. Әзірге айтылып жатқанның бәрі куәгер сөзі мен естелік қана. Қайғылы жағдайдың анық қанығын тек тергеу айқындауы керек. Қоғамға керегі эмоцияға берілмей, фактіге сүйену. Бұндай ауыр істерде әр сөздің, әр минуттың салмағы бар. Сондықтан журналистердің де, оқырманның да жауапкершілікпен қарағаны дұрыс. Бар үміт шындықтың толық ашылып, әділ шешім шығуында.